Жыл сайын шілденің алғашқы жексенбісіне дөп келетін ұлттық аспабымызды ұлықтауға арналған бұл мереке Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 2018 жылдан бері елімізде кеңінен аталып өтіледі. Есте болса, 2018 жылдың 13 маусымында қоғамда ұлттық мәдениет пен бірегейлікті сақтау мен қайта жаңғырту идеясының төңірегінде одан әрі топтастыру мақсатында шілденің 1 жексенбісін ұлттық домбыра күні ретінде белгілеу туралы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы жарық көрді. Домбыра – көненің көзі, бабадан қалған асыл мирас. Ол құнды қазына, ұлттық рух, халқымыздың қадірін тұтып, төрге ілген киелі аспабының құрметіне елбасы мұрамызды жаңғыртып, өскелең ұрпақ санасына сіңіру мақсатында ұлттық домбыра күнін белгіледі. Домбыра күнінің ұлттық мерекеге айналуы көнеден жеткен рухани байлығымызға берілген лайықты баға. Сондықтан ұлттық мәдениетімізді әлемге асқақтататын қасиетті аспаптың ұлықталуы заңдылық. Казань, Павлодар, Балдеев. Арнайы ақ тілекпен ән жолдаймын өзіңе, сағыныш сазды жүрек